Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен бір рет дайындағаннан шығатын шоколад қосылған панкейктің рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан соң үстіне қантымызды салып, венчикпен бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Араластырып болғаннан соң алдымен ситодағы ұнымыздың үстіне қопсықышымызды салып араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды ситодан өткізе отырып, сүтіміздің үстіне салып, венчикпен тағы да бір келкі болғанға дейін араластырып аламыз. Мен ұнды екі бөлікке бөліп салып араластырдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Мен панкейкті үнемі осы рецептпен жасаймын. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнымызды араластырып алдық. Енді ертілген сармайымызды құйып, тағы да венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің массамыз дайын. Бізде қоюлығы осындай болып шығады. Енді панкейктерімізді табада пісіріп аламыз. Табамыз құрғақ және қызып тұрған болуы қажет. Соның үстіне кішкене мөлшерде қамырынан құйып аламыз. Енді үстіне кез келген шоколадты тастасаңыздар болады. Мен нутелла шоколадынан жарты шай қасықтай салдым. Енді үстіне тағы да қамырын құямыз. Бізде піскен уақытында бетінде осылай көпіршіктер, тесіктер пайда болады. Сол кезде келесі бетіне аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Егер де қасықтарыңыз кішкентай болса, осылай 2 ас қасық құйсаңыздар болады. Және үстіне шоколадымызды саламыз. Содан соң шоколадымыздың үстін тағы да қамырынан құйып жабамыз. Осылай тесіктер пайда болған кезінде келесі бетіне аударып пісіріп аламыз. Панкейктердің барлығын осылай пісіріп аламыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қазір сіздерге панкейктің ортасын көрсетейін. Қалай пышный болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер.